razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. O жаратқан алам табиат жаратылыш иелері, ұлылардың ұлылықтары, Атлант сүресінде ұлылық ата-тектер, Саманшын жолында ұлылық ата-тектер, қасиетті Айгүл Насатаға, 40 жоросына, Ажиғдатқа, аталарға, Қанике апамызға, 40 қысына, Чуақсырға, Алманбет бақа, Қошой атаға, Семетей Сейтек аталарға, Ажиғдатқа ата баш болған, Арашан атаға, Сатылған атаға, Ақтайлақ атаға, Бақайыр аталарға бағыштадық, Молдатаға бағыштадық, түйістіп түптіп тұрған, баштапқы баша атын қармап тұрған Молдатаға бағыштадық, о қасиетінен қағылайын. Şu қасиетті Қарабалты атаға қаралығын тазалап, 4 жолдың тоғымында тұрған, әрбір өткен адамдың, әрбір өткен жандың қаралығын тазалап тұрған Қарабалты атаға, Қарабалты атаның да бірінші атасынан түпкі атасына, бірінші енесінен түпкі енесіне, бірінші тайатадан түпкі таята, бірінші тайнеден түпкі тайнеге, Жайыл атаға, Жайыл атаның да бірінші атадан түпкі атаға, бірінші енеден түпкі енеге, бірінші тайата, тайнеден түпкі тайата, тайнелерге чейін бағыштадық. Соның бірі Сулайман ата, Бекешин ата, Бабыр ата, Сабит Бұлан апаларға, Қадшаби Қалқанбай аталарға, Көлене, Толбай ыршы, Толбай сыншы аталарға, Қалғыл Олы атаға, Балбай Батырға, Қарақол Олы атаға, Байсарулы Құлдыр атаға, Ақбақа, Шапақ Батыр, Сартеке, Текматеке, Қарғатаға, Манжыл атаға, Эляман ата, Ертауылды, Ертөштік аталарға, Қыз Сайқал, Аруке, Айбике, Асылдат, Сейнеп, Сабира, Бүйіқан, Зарылқан, Асылқан, Умайнелігі, Құрман, Жандатқа апаларға бағыштадық, Ақмөр апаларға бағыштадық, Шабдан Батыр атаға, Жантай атаға, Бишкек атаға, Байтек атаға, Апар апаға, Балғос, Құмарұлы, Бекмұрат атаға, Өзбек атаға, 14 ата, Ибрагим, Баялы, Жексіналы, Сақтаналы, Чотырбай, Түменбай, Жоғышбай, Теңті Аспай, Аске, Құдырата, Тоқтой ата, Жаңғыра чаталарға, ата бейтінде жатқан сансыз ұлық ата-тектерге, репрессияда кеткен ата-тектерге, үркінде кеткен ата-тектерге, 2010 жылы 7 апрелде Қырғыз еліне құрмандық кеткен ұрпақтарымызға бағыштадық. Шыңғыз Айтматовға үміт, үзілген дулаған, чачылғанды жинаған үміт таш мазар иелеріне, 21 бұлақ иесіне, Түрбай атаға, Бейшебай атаға, Сарбай аталарға бағыштадық. Қарабалты атаға, Қарабалты атада бірінші керуен башталып тұрған Алқұл Осмонов ата, Жайыл ата, Қарабалты ата, Алқұл Осмонов атаға, Қанайлы Байсейіт, Қанайлы Бошқойлы Құрам ата мазар ордосында күту салған сансыз ұлы рух, чүй үй болған тұрықтылық 3 котын қармап тұрған сансыз аламдық Ақбатаға бағыштадық. Құрам атасының бірінші атасынан түпкі атасына, бірінші енеден түпкенеге, бірінші таятадан түпкі тайынеге, бірінші қайын жұрттан түпкі қайын жұрттарға чейін бағыштадық. 40 жылдан қайып түрлерімізге, ата жолын бастаған ауыл аталарға, ұшы қол жай отырған жамааттың, ұшы Жайыл атада күту салған сансыз ұлы рух, Умайене сансыз ұлы рух ата-тектерге, ұшы қол жай отырған жамаатыбыздың, Жайыл аталарыбыздың, Бекбүнің, бірінші атабыздан түпкі атаға чейін, бірінші неден түпкінеге чейін, бірінші тайата, тайнеден түпкі тайыне, таяталарыбызға, бірінші қайын жұрттан түпкі қайын жұрттарыбызға чейін, ұшы дүйнеден қош айтышып кеткен ата тегімізге, енелерімізге, ұрпақтарыбызға, жақын туған туышқан қошналарыбызға, жетім жесі арқасында Құран оқытары жоқ, жетім жесірлерге бағыштадық. О жаратқан алам елері, жатқан жерлерін жайлы, топырақтарын тұрғы, имгендерін бұрақ, қармағандарын жырақ, жандарын жандаттан, имандарын жолдос бұл. Шул оқуған Құранға арбақтарын қасиеттері разы ол, ақ батасын берсін, ағарышсын, арулансын, қасиетінен қағылайын тосқолата, тосқолдықтарын барын алып, қасиетінен қағылайын қожон қылата, бақытыңды беріп, жаратқаным ақтығыңды беріп тұрғаныңа разылық береміз, тосқолдықтың барын алып, қайып келген жамаатын ортасында ынтымақ беріп,
Ушу берилген ачкыч коддордун 9 коддун 3 коддун 7 коддун ачкычтарын ачылып сырларын берип бүтүндөй жеки дубандын бүтүндөй дүйнө жүзүнө жараткандын керемет күчүн көргөзүп тилеген тилек ойлогон ой максаттарын баары ушу адамзатка сайылып аткан суюктуктар ушу витамин болуп сууга айланып адамзаттын канын бузбасын, кандар тазарсын, ДНКсындагы медердеги касиеттер ойгонсун, сезим каналдары ачылсын, өзөктөр тазарсын, кандагы касиеттер ойгонуп, эл үчүн, журт үчүн кызмат кылууга касиеттүү кайыпкербин жамаатынын ушу жамаатына ынтымак, ырыс-кечик, бак-дөөлөт, жаратмандык иштеп ошо Жакып хандын чыйырды апа чыйыр жолун ачып, Жакып хандын хандык энергиясы кошулуп, түптөлүп короодо мал, кырманда дан, дасторкондо нан, үйдө кут, ырыскы, береке, турмушка чыкпай жаткан кыздарыбыз турмушка чыгып, үйлөнбөй жаткан уулдарыбыз үйлөнүп, жараткандын керемет күчүн көргөзүп, биринчи жолку иштин башы ишемби деп маалымат берип, бүгүнкү ушу кербениңди баштап атканга, жаратканга миң мертебе ыраазычылык беребиз. Бүгүнкү кербенибиз кербенге улансын. Беттеп бараткан, ошо беттеп келген Карабалт ата, Жайыл ата, Алкул Осмонов ата, Канайылы Байсейит, Бошкой ата, Курам ата, 5 атанын кербе, Бүйүкхан, Зарылхан, Асылхан Омайене ата кербенибиз уланып кетсин. Амин. Мен 18 сентябрь 2021 жыл Жайыл Баатырдын ордосуна мынакей Панчылоо районунан Жамалкан эже келип отурат. Жамалкан эже былтырда келип кеткен, бир 30-40 зыяратчылар менен келип жылда келип турат. Анан бүгүн дагы буйруп Жайыл Баатырдын рухтарына, ата-бабалардын рухтарына таазим этип, эң биринчи кербенди ушул Жайыл Баатырдын ордосунан баштайлы деген ниетте шаардан да мына эжелер да келип отурат. Зыяратыңыздар кабыл болсун. Мына Жайыл Баатырдын жолунда турат, тоомунда. Бул жерде эстелик, азыр отурган жерибиз да биздики музейдин азыркы менен офис деп коебуз. Анан биздин да ордобуз, ушул жерге дайыма адамдар келип турат. Зыяратка акындар өткөндө дагы кыргыз тил майрамын өткөрдү, телевидение келет. Анан ушу Жамалкан эжеге сизге дагы абдан ыраазычылык билдирем. Ушул ата жолун жолдоп, ушу чүй борундагы чүй элин, чүй жерин, Кыргызстанды сактап келген, канын төгүп ушул заманды тилеп келген ата-бабаларыбыздын баардыгын, анын ичинде Жайыл Баатырды, Темиржан эне, алар өздөрүнүн үй бүлөсү менен жанын берип кыргыз жери деп элин сактаган. Ушундай ата-бабалардын эрдиктерин заңга салап, кийинки урпактарга биз дагы кыргыздын жакшы адеп аклагын, ата жолун, ошондой эле ата-бабаларыбыздын өтүп кеткен ата-бабаларыбыздын рухтарына зыярат этип, таазим этип, Куран окутуп, ушундай жакшы иштерди баштап, мен билгенден бир 9-10 жыл болуп калды эженин жүргөнүнө. Ошо сизге абдан ыраазычылык, аталардын ырарбактары да ыраазы болсун, Алла да ыраазы болсун. Мен сизге ыраазымын. Дайыма биринчилерден болуп келип турасыз да. Биз дагы Жайыл Баатырдын сөөгү Казакстанга коюлуп калбадыбы? Биз дагы барып турчу элек, граница чек аранын баары жабылгандыгына байланыштуу бара албасак дагы биз дагы ушул жерден кой союп, Куран окутуп, таазим этип турабыз. Рахмат келгендериңизге. Эми чайга караңыздар.